Өрлеу, біліктілікті арттыру ұлттық орталығы Түркістан облысы және Шымкент қаласы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты 2021 жылғы 25 қараша күні жалпы және кәсіптік білім беруде цифрлық оқыту құралдары мен робототехниканы пайдалану, тәжірибе проблемалар, перспективалар тақырыбында халықаралық онлайн семинарын өткізді. Мақсаты білім беру жүйесінде цифрлық оқыту құралдары мен робототехниканы пайдалану, өзекті мәселелерді талқылау, тәжірибені бөлісу. Семинар міндеттері цифрлық оқыту және робототехника саласында зерттеулер жүргізуге, техникалық ақпараттармен және бастапқы инженерлік біліммен алмасу үшін мұғалімдердің назарын аудару. Өздеріңіз білесіздер, робототехника қазір оқушылардың арасында қызығушылық өте жоғары болып жатыр. Кейінгі кезде мына жолдауда, білім саласында министрлікте осы мәселені жоғары көтеріп отыр. Біздің институт өзі бұл мәселені айналып жүргенде 5 жыл көлемінде болды. 17 жылдан бастап біз облыстық көлемде іс-шара өткіздік, байқаулар өткіздік, республика көлемінде өткіздік. Енді бүгінгі халықаралық іс-шара өткізіп отырмыз. Жаңа педагогикалық тәсілдер мен жаңа ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану арқылы жоғары сапалы білім алу үшін қажетті жағдайларды жасауға мүмкіндік беретін жаңа ғылыми техникалық идеяларды дамыту. Қазіргі заманғы робототехника саласындағы отандық идеялардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру. Семинар жұмысына білім беру ұйымдарының педагогтері, жоғарғы оқу орындарының студенттері қатыстырылды. Семинар жұмысы қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жүргізілді. Талғат Хамитұлы, Ақжол Молдағали, арнайы абыройлы жаңалықтары.